Көптеген балалар өздерін Диснейдің бір кейіпкері болып сезінгісі келетін. Олар ақш-тағы Диснейлендті тамашалауға барғысы келеді. 2021 жылдың 1 маусымында, яғни балалар күнінде, Өзбекстан мемлекетінің астанасы Ташкент қаласында Magic City аталатын кіші Диснейленд ашылған болатын. Magic City Ташкенттің орталығындағы орталық Азияда теңдесі жоқ жоба. Бүкіл отбасыға арналған сиқыр мен ойын-сауықтың ең үлкен аймағы. Мұнда ересектер де, балалар да жалықпайды. Күн сайын осы жерге шамамен 20 мың адам келеді. Ол 20 гектардан астам аумақты қамтиды. Шамамен 27 футбол алаңы. Саябақтың көшелері әлем қалаларының сәулеттік стильдерінде жасалған. Сіз өзіңізді Париж, Барселона, Лондон, Берлин және басқа да қалаларда жүргенде сезінесіз. Сондай-ақ аумақта кез келген талғамға арналған көптеген дүкендер, кафелер, мейрамханалар бар. Мұхитты және оның барлық кереметтерін зерттеуге дайынсыз ба? Теңіз жағалауынан алыс орналасқан Азиядағы ең үлкен аквариум де осы жерде. Тереңдігі 3-8 метр болатын аквариум ұзындығы 20 метр болатын туннельдерде орналасып, онда балықтың, жыланның, медузаның және жәндіктердің 100-ден астам түрі өмір сүретін болады. Ең бастысы, әрине алып акулалар болады. Бұл жерге кіру үшін сіз 100 мың сом немесе 3900 теңге құртасыз. Magic City'де кешкі аспан түрлі түсті атыстардан от шашумен жарқырайды. Кез келген қаладан керемет көріністі тамашалауға болады. Лондонда бір шыны жасыл шайдың үстінде, Прагада ең дәмді таза шоколадты торттың үстінде, немесе Париждің бутиктерінде киім қараумен. Фонтанның шоу көрсетіп билеуі таңғажайып сұлулықтың керемет, таңғаларлық көрінісі. Музыка әуенімен ырғақты түрде көтерілген су ағындары, бейне проекциясы бар су экрандары, лазерлік анимация, су арна эффектілері, су театры. Ұлттық саябақтың бір бөлігі Фаникл роботы бейнеленген баннермен қоршалған. Ол Үндістандағы Тәж Махалды, Париждегі Эйфель мұнарасын, Нью-Йорктегі Бостандық мүсінін, Лондондағы Биг Бенді және тағы басқа қалаларын таныстыратын. Сонымен видео аяқталды. Каналдың дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып кетсеңіз болады.